Сәлем достар, бүгін бізде сочный ерекше манты дайындайтын боламыз. Осындай қылып. Бұл үшін ең бірінші нанын елеп аламыз. Нанын елеу үшін көбісі бірінші суын дайындап алады. Бізде бірінші ұнын салып, оның бетіне жұмыртқасын саламыз. Бір жұмыртқа, сосын шым тұз, сосын мұздай сумен басамыз. Сол кезде нанымыз әдемі болып шығады, жыртылмайтын, езіліп кетпейтін. Өйстіп бірінші мантысынан бастап дайындаймыз. Яғни нанына көп көңіл бөлген дұрыс бұл жерде де. Егер нан дұрыс шықпаса, ол ішіндегі начинкілер түсіп қалуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан нанын жақсы шығу үшін осылай жұмыртқа, тұз, мұздай сумен басып аламыз. Жақсылап тұрып. Жақсылап тұрып елейміз, иін қандырып. Ол да мантының дәмді болуына өзіндік әсерін тигізеді. Осылай елеп пакетке салып қоямын. 15-20 минутқа иі қанып тұрады. Сосын ары қарай жуадан бастап тураймын. Бұл жерде қарапайым асқабақ, капуста деген сияқтылар көп қосылмайды жөпшеңге. Себебі көп адам жақтыра бермейді. Асқабақ өзіндік тәтті, сладкий сияқты болып кетеді деген сияқты. Сондықтан қарапайым. Бұл жерде енді асқабақ, капуста қоспағасын, картобын молғын қосамыз. Яғни бүгінгі дайындап атқан біздің манты бір 6-7 адамға арналған. 1 келі фаршқа 2 бас жуа және 4 картоп. Картоптың барлығын пияз секілді 4 пішталып тураймыз. Сосын фаршымыз салып және үстіне татымына қарай тұз бұршын саласыздар. Сосын көріп отқандарыңыздай ет майсыз, таза еттен жасалған. Сол сочный болу үшін мен сұйық май құямын. Сол кезде сочный әдемі болып шығады. Енді осы барлық қоспаларды бір келкі етіп араластырып шығамыз, жақсылап тұрып. Яғни тұз, бұрышы, құйған майымыз, картоп жуасы барлығы бір келкі болғанша. Кейбірде ішмай қосып жатады, бірақ ішмай да екі көп деген адамдар жақтыра бермейді. Тез қатып қалады деген сияқты. Сұйық май сол майдың орнын басады. Құйрық майды да бір жақтырса, бір жақтырмайды. Сұйық май білінбей кетеді. Енді ары қарай фаршымызды бұқтырып қоямыз да, нанымызды 3-ке бөліп алып, жұмсақ тезде иленеді, ысылады.
көріп отырғандарыңыздай нанымыз өте жақсы басылған, иықанып біркелкі әдемі болып шығып жатыр. Байқасаңыздар, сосын жаңа жұмыртқа тұздың әсері жабыспайды көп. Ысқан кезде мазаны алмайды. Сосын еттің нанына қарағанда бұл жерде манты наны кішкене қалыңдау болады. Ол да өзіндік бір дәмін келтіреді. Мантының барлығын төрт бұрышты етіп кесіп аламыз. Екі бұрыштарында қалып қойғандарды айқастырып біреу шығаруға болады, бір төрт бұрышты. Өйстіп кесіп болғаннан кейін барлығына бірдей қылып дайын фаршымызды салып шығып теңдейді. Ішіндегі салмасы, яғни мантының өте қарапайым, кез келген үйде бар азық-түліктен жасалынатын салма болды бұл жерде. Енді осылай әдемі етіп бүреміз. Бірінші екеуін жабыстырып алып, содан кейін екеуін үстінен аламыз. Бірінші екеуін жабыстырып аламыз, сосын үстінен. Сонда ашылып кетпейді, яғни. Сосын топ-томпақ әп-әдемі болып көрінеді, көріп отырғандарыңыздай. Сосын байқасаңыздар, ұсақтау қылып жасаймыз. Өйстіп жасалған мантыларымыздың барлығы манталаркеге, майланған манталаркеге тізіп шығамыз. Өте ұсақ манты, жегенде де ыңғайлы. Міне мантымыз дайын. Осылай салатпен ұсынсаңыздар болады. Ас болсын. Каналға жазылуды ұмытпаймын.